Ассалаумағалейкум. Бүгін 3-ші күн. Осы күнгі материалды дайындау барысында мен бұрыннан бері бір күдіктеніп жүрген бір нәрсеге көзім жетті. Ол курсқа қатысты. Бұл курста біз нақты бір типтегі, тіпті бір типтегі емес, нақты бір ойынды басынан аяқ жасап шығамыз. Бұл бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Жақсы жағы біз ойынды ең алғашқы қадамнан бастауынан бастап соңғы оны сервиске жүктелуіне дейін барлық этаптарынан өтетініміз жақсы. Ал жаман жағы ол өтілмей қалған, айтылмай кеткен бір көп қалып кеткен бөліктер болады. Анық. Ол не деген сөз? Ол кейбір білімді басқа бір қайнар көздерден толықтыру керек болады деген сөз. Немесе болашақ жасайтын ойынымыз тура осы қазіргі типпен сәйкес болу керек деген ой. Соған қоса, бұдан былай мен видеоларды процесті азырақ түсіріп, көбірек өзімнің ойыммен бөлісіп, және де қадамды кішкене жылдамдатқым келеді. Яғни әрбір 3-4 сабақтан болған нәтижені көрсетіп емес, жалпы аралық бір нәтижені көрсетіп, ары қарай өзім ойым, жоспарым, қосымша қайнар көздерді, қосымша ақпаратты қайдан қалай іздейтін туралы ақпараттармен бөлісуді жөн көріп отырмын. Ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар.